ұсталған болар. Журналист Атыраудағы іске басты күдікті туралы болжамын айтты. Атырау облысында із-түссіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты ақпарат таратқан журналист Жанат Молдашева бұл іске байланысты сұхбат берді. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Ол YouTube желісіндегі Алашорда арнасының тілшісі Серік Жолдасбайға берген сұхбатында басты күдікті Сұлтан Сәрсемалиевтің тағдырына қатысты өз болжамын айтты. Журналист құқық қорғау органдарының күдіктіні елге қайтару мүмкіндігі туралы сұраққа жауап бере отырып, оның ұсталып, экстрадациялау үдерісі басталып кетуі ықтимал екенін жоққа шығармады. Құзырлы органдар күдіктінің шетелде екенін бейресми түрде айтты. Алайда ресми ақпарат таратқан жоқ. Менің болжамым бойынша, ол қазірдің өзінде ұсталған да болуы мүмкін. Елге қайтару процестері жүріп жатқандай әсер қалдырады. Бұл тек менің жеке ойым, нақты ақпарат жоқ, деді Жанат Молдашева. Тілші қазіргі уақытта құзырлы органдардың ресми жауабын күту керектігін айтты. Қадірлі көрермендер, бұл сұхбатты оқып отырып, ең алдымен бір нәрсе анық сезілгендей. Журналист те, қарапайым халық та белгісіздікке шаршаған. Жанат Молдашеваның айтқаны нақты айыптау да ресми ақпарат та емес. Тек ұзақ уақыт үнсіздікке байланысты туған ой сияқты. Бұндай ауыр қылмыстарда түрлі болжамның шығуы заңды. Себебі қоғамда сұрақ көп, ал жауап аз. Сондықтан журналистің ұсталған болуы мүмкін дегені біреуді кінәлау емес, тергеудің барысына қатысты жеке пайым. Бұндай пікірлерді бірден шындық ретінде қабылдамай, сабырмен қарау керек деп ойлаймын. Қарапайым халық үшін ең маңыздысы әділдік пен анықтық. Күдікті қайда, іс қалай жүріп жатыр, ақиқат қашан айтылады деген сұрақ бәрін мазалайды. Бірақ тергеудің өз тәртібі, өз уақыты барын да ұмытпауымыз керек. Құзырлы органдар ресми мәлімдеме жасамайынша, кез келген ақпарат тек болжам болып қала береді. Сондықтан эмоцияға берілмей, асығыс қорытынды шығармай, нақты дерекке сүйенген дұрыс. Бұл іс бойынша ақиқат бәрібір ашылады деген ойдамын. Ең бастысы, кінәсіз жандар жапа шекпей, жауапты адамдар заң алдында жауап берсе екен деген тілек.